Танымал тележүргізуші бағдарлама қатысушысына көңілдесі болуды ұсынған. Дәл қазір әлеуметтік желіде атышулы қалаулымның яғни бір болайық жобасының жүргізуші Шахкерім Кармен жайлы сұмдық ақпарат қызу талқылануда. Ол аталған бағдарламаның қатысушысына сезімін білдіріп, оны ашынасы болуға итермелеген көрінеді деп хабарлайды Экспресс.ка. Бір болайық жобасына қатысқан Айза Құлбайдың айтуынша, тележүргізуші Шахкерім Кармен оған көңілдесі болуды ұсыныптымыз. Дәл осылай желіге видео жариялаған ол атышулы бағдарламадағы бүкіл былықтың бетін ашқан. Ең бастысынан бастайын. Мен бір болайық жобасынан неге шығып кеттім? Біріншіден, Шахкерім мені өзінің любовницасы болуға шақырған болатын. Сондай ұсыныс түскен болатын. Шахкерім мырзаға жоқ деп жауап бергенім үшін жобадан шығып кеттім. Сол жобада болып жатқан дүниелердің барлығына Шахтың тікелей қатысы бар. Ол сол жобаның шеф-редакторы. Шах мұның бәрін біледі. Сол үшін де Алла тағала оның бір күні жазасын береді. Мен соған сенемін. Менің көз жасым, қазіргі күйім, жағдайым, түнімен жылап шыққан жайым бар. Өте ауыр болды, деді бір болайық жобасының бұрынғы қатысушысы. Бұл әңгіме Шахкерім мырзаның да құлағына жеткен көрінеді. Ол ашыналар туралы әзілге толық видео түсіріп, жеке парақшасына да өзін айыптаған Айзаға арнап астарлы жазба қалдырыпты. Қиялдаудың алдында айнаға қарай ма осы? Деген сұрақ мазалап тұр. Естігенде жеркенгеннен кешкі асым суып қалды. Қой құрсын ұшық шықпай тұрғанда жылытып жейін, деді Шахкерім Кармен. Айта кетейік, Шахкерімнің келіншегі, бала шағасы бар, ал Айза ажырасқан. Бүгінде оның бір қызы өсіп келеді.